Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге құйрық майдың ерекше қасиеттерімен бөлісетін боламын. Қазақ тілді каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Құйрық май қойдың құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай май жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Айталық, Еділбай қойы, Саратжын қойы, Дегерес қойы, қазақтың ұяң жүнді қойы, Алай қойы, Кетсар қойы. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып толтырады. Құйрық май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының әртүрлі ұлттық тағамдарын дайындауға пайдаланылады. Құйрық майды қазақтың кең таралған меншікті дәстүрлі емі десе де болады. Адам туғанда құйрық маймен сыланып, құдаларына құйрық бауыр асатып, қайтқанда қырық шырағы құйрық майға шыланып, бір өмірді өткізеді. Алайда кейін кезде құрамда холестерин бар деп құйрық майды қолданушылар азайып кетті. Көпшілігі өсімдік майын тұтынады. Ал медицинада құйрық майдың пайдасы ұшан теңіз екен. Біз құйрық майдың емдік рөлін жиі айтқанымызбен, қазіргі кездегі оған кереғар пікірлерге ғылыми дәлел айтылмай жатамыз. Олар мал майының қандағы холестерин мөлшерін жоғарылатып, жүрек қан тамыр ауруларына ұшырататынын алға тартып жүр. Халқымыз көп нәрсені біліп, дұрыс қолданған. Құйрық майда солардың қатарында. Қойдың құйрық майының негізгі құрамы төмендегідей: май қышқылдары, лавр қышқылы, миристік қышқылы, палмит қышқылы, палмитол қышқылы, маргарин қышқылы, стераин қышқылы және алеин қышқылы. Ең көп үлесті әдетте алеин қышқылы, стераин қышқылы және палмит қышқылы ұстайды. Шоколадтың да негізгі құрамы осы 3 май қышқылы, ал ол пайдалы тағам ретінде қарастырылған. Алеин қышқылы жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Жоғары температураға төзімді. Тағамды қосып пісіру кезінде тұрақты. Адам денсаулығына зиянды май қышқылдарына ыдырамайды. Қазірге дейін денсаулыққа кері әсері анықталмаған. Ол зәйтүн майында көп болады. Зәйтүн майы калориясы өте жоғары. Бір қасығы 100-ге жуық калория беретін тағам. Стераин қышқылы ең көп таралған май қышқылдарының бірі. Ол көптеген жануарлар мен өсімдік майларында глицерол эфирі. Стераин қышқылы өсімдік майына қарағанда жануарлардың майларында көп. Палмит қышқылы бұл ағзаға зиянды және холестеринді жоғарылататын жалғыз қаныққан май қышқылы. Дегенмен қойдың құйрық майында басқа зиянсыз қаныққан май қышқылдарының жалпы мөлшерінен аз екендігін ескерсек, ол адам денесіндегі холестеринді жоғарылата алмайды. Көбінесе сабын, майшам, косметика тағы басқа өндірісте қолданылады. Қазақ халқы ежелден құйрық маймен жас сәбидің денесін сылаған. Құйрық майы баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Нәресте қол-аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өседі. Іші кепкен сәбидің іш жағына құйрық маймен массаж жасау керек. Сонда іштің желденуі қояды. Құйрық май тұмауға қарсы таптырмайтын ем. Балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізеді. Бұл майды ерітудің 2 жолы бар. Біріншіден, құйрық майды еріткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы, ерткен соң оның үстіне су қойып, біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып, біраз суыған соң 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылады. Белгілі жазушы Жәди Шәкенұлы құйрық майдың туберкулез ауруын емдеу үшін де қолданылатындығын айтты. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшәла салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жол ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақ емшілігі дәстүрінде осындай тәжірибе бар деп түйіндеді сөзін жазушы. Құйрық майды дәмді жасаудың түрлері өте көп. Соның біреуі
Алдымен құйрық майды суға жарты сағатқа пісіріп аламыз. Суыған құйрық майды өз қалауыңша дәмдесеңіз болады. Қара бұрыш немесе қызыл бұрышқа сыртын толықтай аунатып аламыз. Содан кейін тоңазытқышқа қалдырамыз. Дайын болған құйрық майыңызды жапырақтап турап, күніне бірнешеуін нанмен қосып жеп жүрсеңіз, күні бойы тоқ жүресіз. Егер құйрық майды көбірек жейтін болсақ, гормондар синтезделеді. Құйрық майдан бөлінген холестерин жаңа гормондардың бөлінуіне тікелей септігін тигізеді. Ерлердің жыныстық белсенділігін арттырса, әйелдердегі бедеулікке ем. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.